Сәлем достар. Браули Родригес атты жігіт салмақ өлшейтін жерде қарсыласы Райан Гарсияны итеріп жібереді. Төбелес кезінде де өзінше болып күліп, билеп, тым босаңсиды. Осы ақмақтық үшін Браули жазасын алды. Райанның бірнеше соққысынан соң нокаутқа ұшырап, жерге құлайды. Garcia to punch. Look, anything that might throw the blue chip prospect off his game. Quick, lightning fast hook from Garcia. Rodriguez never able to even turn around to shuffle all these shuffling stuff. So Ron Lipton having one hit and a hook, and down he goes. Джеймс Галлахер атты ирландиялық жігіт жерлесі Конор Макгрегорға еліктегісі келіп, пресс-конференцияда өзін маймылша ұстанды. Ол қолын жоғарыға көтеріп алып, қарсыласының бетіне айқайлап балағаттайды. Төбелеске келгенде ирландиялық жігіт істегені үшін сазайын тартты. Конор секілді мақтану үшін ол секілді төбелесе керек қой алдымен. Питер Маккинли атты боксшы атақты Майк Тайсонмен шығатын болды. Ол пресс-конференция кезінде Тайсонды быт-шыт қылам деп Майкты балағаттап жазған тақпағын оқып береді. Бұнымен қоймай, интервьюларда да Тайсонды жеңемдеумен болды. Төбелес алдындағы Майктың түрін көрсек, ашулы екені көрініп тұр. Өзіңіз сезіп тұрғандарыңыздай, Майк әлгі мақтаншақты 2 минут ішінде тас-талқан қылды. Бадыр Харри пресс-конференция кезінде қарсыласы Питер Грэмді ұятқа қалдырғысы келді. Бірінші қолын алмады, кейін балағаттап, тіпті сүйіп алады. Грэм бұл сұмдыққа шыдай алмай, әлгіні итеріп жіберді. Бадыр болса қолын алып жүгірді. Рингта австралиялық Грэм ақмақ Бадырды нокаутқа жіберді. 조심히 가질 필요 있어요. 어디로 갑니다. 이거 모두 정말 백스핀 킥 빼고 돌려차기로 웃고 돌려차기로 웃는 선수가 되어버렸습니다. Ксай мен Логан Пол атты блогерлер келіспей қалып, рингта кездесеміз деп шешті. Пресс-конференцияда екеуі де бір-бірін жарты сағат боқтаумен болды. Бұл жерде Логан Пол ұятсыздығымен тым шектен шығып кетеді. Тіпті Ксайды бірінші раундта нокаутқа жіберем деп сенімді сөйлейді. Бірақ та оның айтқан сөздері әрине орындалмады. Төбелес өте ұзаққа созылды. Соңында Ксай ұпай жағынан қарсыласынан асып түсіп жеңіске жетті. Мына видеодағы белгісіз адамдардың төбелесін видеоға қоспасқа болмады. Төбелесушілердің бірі сальто жасап, ортада өз өнерін көрсетумен болды. Ол өзінің супер тәсілін көрсету кезінде қарсыласынан керемет соққы алып есінен танып қалады. Оған көп мақтанбай төбелеске дайындалу керек еді. Мына видеоға қарап отырып, бұл адамды боксшы емес, комикпі деп ойлап қалады екенсің. Бірақ та ол кәсіпқой боксшы екен. Егер де мынаның алтындары мен биіне қарасақ, рингке атақты адам шығып жатыр ма екен деп ойлап қалады екенсің. Мақтаншақ бірінші раундтың басында ақ сазайын алды. Оның биі тіпті төбелесінен ұзақ болыпты. Достар, видеомыздың соңына да келдік. Егер де осы видео ұнаған болса, тегін лайктарыңызды басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Брайн ТV арнасы. Қош, сау болыңыздар.